сәлем достар, мен Нұрайлы Әлімбекова. Шоу-бизнес жаңалықтармен таныс болыңыздар. Отандық шоу-бизнестегі танымал жұп Айқын Төлепберген мен Жұлдыз Өмірғали романтикалық саяхатқа аттанды. Әнші Жұлдыз Өмірғали Instagram желісінде Парижде түскен суреттері мен видеоларын жариялады. Айқын Парижге сапарын жұбайы Жұлдыздың туған күніне ойластырған. Біз махаббат қаласына жеттік. Бұл Эйфель мұнарасы, туған күнің құтты болсын жаным. Бұйырса ертең екінші қабатындағы мейрамханасына барамыз деп атақты мұнараны көрсетті Айқын Төлепберген. Жұлдыз Өмірғали бұл қалаға алғаш келгенін жасырмады. Күнім, алтыным, бәріне рахмет деді Жұлдыз Айқынға. Танымал актер Тәуекел Мүсілімнің 3-ші ұлы дүниеге келді. Желі қолданушылары актер мен жұбайын құттықтап тілектерін жеткізді. Актер 3-ші ұлының дүниеге келгенін өзі арнайы хабарламаған. Алайда Instagram желісіндегі Stories бөлімінде құттықтаулардан бөлісіп қойған. Тәуекел махаббат 3-ші ұлдарының дүниеге келгені құтты болсын, бауы берік болсын деп жазды желі қолданушылары. Айта кетейік, бұған дейін актер отбасындағы қуанышты жаңалықты бөлісіп, 3-ші балалардың өмірге келуін күтіп отырғанын айтқан болады. Белгілі әнші Ақбота Керімбекованың ұлы Ақан Аққұсын қолына қондырды. Әнші оразаның алғашқы күнінде беташар өткізіп, үлкен той жасады. Әншінің келін түсіргені туралы әлеуметтік желіде белгілі болды. Ақботаның достары тойдан үзінді видеоларды жарыса жариялап, эстрада әншісі мен оның әулетіне құттықтауларын жаудырған. Әншінің Ақан есімді екінші ұлы шаңырақ көтерген. Ол Арайлым есімді қызға үйленген. Тойға белгілі әншілер Айгүл Иманбаева, Меруерт Түсіпбаева, Гүлзира Айдарбекова және басқа да өнер жұлдыздары қатысқан. Ал келіннің бетін Керімбекованың анасы ашқан. Қазақ эстрадасының бұлбұлы Бибігүл Төлегенова танымал опера әншісі Зарина Алтынбаеваға шапан жауып, ақ батасын берді. Опера әншісі Instagram желісіндегі парақшасында Бибігүл Төлегенованың оған бата беріп жатқан сәтінен видеоны бөліскен. Зарина Алтынбаева аңыз әншіге сыйлығы үшін алғыс айтып, ақ батасы ерекше күш сыйлағанын жазған. Халқыңызға, өнеріңізге, маған деген ыстық ілтипат пен сеніміңізді абыроймен ақтауға тырысамын. Сіздің шарапатыңыз бен қолдауыңыз қанат бітіріп, берік қамал алатын күш сыйлады. Алғысым шексіз деп жазды әнші әлеуметтік желі парақшасында.